Сәлем досым, сенмен бірге нейрон. Бүгін біз суды ішерде адамдар жіберетін басты қателік жайлы айтатын боламыз. Видеоны бастамас бұрын каналға тіркеліп, комментарийға бүгінгі тақырып жайлы өз пікіріңді қалдыруды ұмытпа. Америкалық ғалымдардың зерттеуі бойынша бір адам күніне 4-3 стакан су ішеді екен. Алайда күні бойы ішілетін басқа да сусындар көлемінің әсерінен көбірек су іштім деп ойлайды. Бірақ шын мәнісінде олай емес, және 4 стакан су бір күнге өте аздық етеді. Күндігіне судан өзге ішілетін сусындардың көлемі 1,7 стакан алкогольсіз сусындар, 1,5 стакан кофе, 1,1 стакан алкоголь, 1,9 стакан шай, жарты стакан сүт және де жарты стакан шырындар. Байқағандарыңыздай, адамдар орташа есеппен көп сусындар ішеді, бірақ ішінде таза судың көлемі өте аз. Кофеинді сусындар ішкен кезде организмге не болатынын тереңірек қарап көрейік. Кофеин алкогольсіз сусындарда, кофеде, кейбір шайлардың құрамында болады. Кофеин диуретиктер, яғни зәр-айдағыштар секілді әсер етеді. Ал кез келген диуретик тек сусыздануды күшейтіп, сұйықтықты организмнен шығарып отырады. Құрамында глюкозасы бар сусындар да мықты диуретиктер болып саналады. Оларға алкогольді, алкогольсіз сусындар, кофе және де әртүрлі шырындар жатады. Сонымен қатар, глюкоза организмде ішілген сұйықтықты ұстап тұру қабілетіне ие. Себебі глюкоза көп көлемді сумен бірге гликоген ретінде қорда сақталады. Сол себепті әрбір глюкоза молекуласымен шамамен 4 су молекуласы бірге сақталады. Бұл су гликогенмен бірге қорға жиналғандықтан сіздің организміңіз оны қолдана алмайды. Яғни кез келген құрамында глюкоза, қанты бар сусындар организм тіндерін өте қатты деңгейде сусыздандырады екен. Ал алкоголь ше? Түнімен ішкен спиртті сусындар қайда кетеді? Таңертең ұйқыдан тұрған кезде толық сусызданған, қатты шөлдеген күйде боласыз. Сусыздану әсерінен басыңыз ауырады. Яғни алкоголь де мықты диуретик ретінде әсер етеді. Сонымен көп сұйықтық іштім екен деп, қажетті сұйықтықтың қорын толтырдым деп ойлау қателік екенін түсінген болармыз. Көп адамдар жіберетін тағы да бір үлкен қателік сусызданудың орнын толтырамын деп көп су ішу. Сонда бұл қалай болғаны? Сусызданудың орнын толтыру үшін мейлі ол глюкоза болсын, мейлі алкогольді сусындар, мейлі кофеин болсын, ең бірінші сусыздануды шақырып тұрған алғашқы себепті жою керек. Әрбір адамға керек күнделікті су көлемін анықтау үшін салмағыңыздың әрбір келісіне 30 мл көбейтсеңіз жеткілікті. Яғни менің салмағым 50 келі болса, мен күніне 1,5 литр су ішуім керек екен. Сонымен сусыздану мәселесін түпкілікті шешу үшін күнделікті қазір анықтаған өзіңізге қажетті су көлемін ішіп тұру керек. Онымен қоса теңіз тұзы мен одан да өзге қажетті электролиттерді қабылдап тұруды ұмытпау керек. Себебі электролиттер суды организмде ұстап нормальды гидратацияны қалыптастырады. Ал егер сіз спортпен айналысатын болсаңыз, суды қалыптыдан көбірек, шамамен 2-3 литрдей ішуіңіз керек болады. Алайда судың нақты көлемі адамның дене салмағы мен өзінің денсаулық жағдайына қарап есептелетінін ұмытпаған жөн. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге алғысым шексіз. Видео ұнаған болса каналға тіркеліп, комментарийға видео жайлы өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі шығарылымдарда көріскенше.